Ассалаумағалейкум. Эфирде Муфтият тынысы 4-10 қаңтар аралығында болған маңызды ақпараттарға шолу жасалық. Өткен күнге өкпе жоқ, келер күннен үміт көп. Дәл осындай атпен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының мақаласы жарық көрді. Ел газеті егеменге жарияланған мақалада біз өткенге салауат айтып, Алланың арайлап атқан әрбір таңнан жақсылық күткен халықпыз. Рухымызды түсірмей, сын сағатында сағымызды сындырып алмауға тырысқан жоралы жұртпыз. Аллаға шүкір, осындай игі ниет пен бірліктің арқасында талай нәубетті кезеңнен аман шығып, қиындықты еңсеріп келеміз. 2020 жыл халқымыз үшін сындарлы кезең болды, алайда біз бұл сынақтан көп сабақ алдық. Ауыр жыл болғанмен ауқымды істер атқарылды. Ел басына күн туғанда халқымыз қайырымдылық ісінде бір үйдің баласындай бірігіп, елдігіміз бен ерлігімізді көрсеттік. Жақсы істерде жұдырықтай жұмылып, айналамызға мейірім шапағатымызды төктік делінген. Мақаланы Егемен Қазақстан және Муфтият кезет сайтынан толық оқи аласыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты зекет қорының республика бойынша өткізетін ең ауқымды қайырымдылық жобасының бірі ел үлесі пәтерге акциясы. Жоба мақсаты пәтерге аса мұқтаж жандарға баспаналы болу бақытын сыйлау. 2020 жылы ел үлесі пәтерге жобасы аясында 142 мұқтаж отбасыға пәтер кілті табысталды. Ал осы жоба жүзеге асқан сәттен бері 342 отбасы баспаналы болды. Бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен пандемия кезінде жүрек жылу акциясы аясында 17 мың отбасыға қайырымдылық жасалды. 67 ауруханаға ем-домға қажетті аппараттары жеткізілді. Үйлерін су шайып кеткен мақтаралдық азаматтарға қажетті азық-түлік пен киім-кешек тиелген 50-ден астам ауыр жүк көліктері жіберілді. Арысқа жылу қайырымдылық акциясы аясында тұрғындарға қажетті көмек көрсетілді. Зекет қоры Муфтияттың 30 жылдық мерейтойына орай Нұр Мүбарак университетінде оқитын 19 шәкірттің оқу ақысын төлеп берді. Одан бөлек өзге оқу орнында оқып жатқан 17 студенттің оқу ақысы толық төленді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты YouTube пен Instagram платформаларында, сондай-ақ өзге де әлеуметтік желілерде имам ұстаздардың онлайн дәрісін өткізуді қолға алған болатын. Аталған онлайн дәрістер әлі күнге дейін жалғасуда. 2020 жылы атқарылған жұмыс нәтижесіне сәйкес жыл басынан бері республика және облыстық деңгейде имам ұстаздардың 11137 онлайн дәрісі ұйымдастырылыпты. Осы онлайн дәрісті 15 миллионнан аса адам тыңдап тамашалаған. 2020 жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы діни сараптама секторы 47 еңбекті електен өткізді. Діни сараптама жүргізілген 47 еңбектің 38-іне оң қорытынды берілді. Айта кетсек, діни сараптама секторы діни мазмұндағы кітаптар мен ақпараттық материалдардың құрам мен сүннетке сай әрі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымына үйлесімді екенін анықтап, оның дұрыс және жүйелі сарапталуын қамтамасыз етеді. Мешіттер мен діни оқу орындарында қолданылатын діни кітаптардың мазмұнын бақылайды. Діни өнімдердің ел тұтастығы мен татулығын сақтауға ықпал етуін қадағалайды. Сондай-ақ сараптамаға қабылданатын материалдың қоғамға қажеттілігі әрі маңыздылығы есепке алынады. Жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына 30 жыл толуына орай 30 жылдыққа 30 игі шара аясында еліміз бойынша 37428 түрлі көшет отырғызылды. Игі шараға бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы бастаған діни басқарманың қызметкерлері, аймақтағы имам молдалар, сонымен қатар 301.566 ерікті жастары қатысты. Айта кетсек, түрлі көшеттер мешіт аулалары мен қаладағы саябақтарға отырғызылды. Халал стандарттау Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бақылауындағы маңызды саланың бірі. Орталық осы уақытқа дейін 500-ге жуық кәсіпорынға стандарттау және сертификаттау жұмыстарын жүргізіп, кәсіпорын иелеріне арнайы куәлік табыстапты. Ал 2020 жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы халал таңбасын алған кәсіпорын саны 205-ге жетті. Сонымен қатар 300-ге жуық қасапшы біліктілігін арттыру курсынан өтіп, арнайы куәлікке ие болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі жұмыс бағыттарының бірі халықтан түскен діни сұрақтарға жауап беру. Осы уақытта биыл діни басқарма төрағасының бастамасымен Муфтияттың орталық аппараты жанынан діни ақпарат орталығы колл-центр ашылған болатын. Ақпарат орталығының
Нөмірі 33 30 30 орталыққа Нұр Сұлтан қаласының коды арқылы телефон шалуға болады. Орталықта дін саласының білікті мамандары тәулік бойы қазақ және орыс тіліндегі сұрақтарға жауап береді. Діни ақпарат орталығына бір тәулікте шамамен 50-60 сұрақ түседі. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің мамандары, қала және облыстардағы пәтуаға жауапты қызметкерлер, сонымен қатар республикалық кол орталығы осы жылы жеке кездесу, қоңырау шалу және әлеуметтік желі арқылы түскен 47 034 діни сұраққа жауап беріпті. Жыл басында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына 30 жыл толуына орай 30 жылдыққа 30 игі шара атты қайырымдылық жобасы басталғанынан хабардарсыздар. Бас мүфтидің ұйытқы болуымен, аймақтағы имамдардың ждағатты жұмысымен, демеуші азаматтардың көмегімен еліміз бойынша бір жылдың ішінде өңірдегі елді мекендерде 73 құдық тұрғындардың игілігі үшін пайдалануға берілді. Сонымен қатар 30 жылдыққа 30 игі шара қайырымдылық жобасы аясында 43 көпір салынып, қолданысқа берілген. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева Атырау облысына іс-сапар аясында атыраулық дін саласы мамандарымен кездесті. Ақпараттық талдау орталығында өткен кездесуге Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова, Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы және қала имамдары қатысты. Облыстағы дін саласының тынысымен танысқан ақпарат және қоғамдық даму министрі пандемия кезіндегі имамдардың ел бірлігін нығайтуда атқарған игі істер үшін алғысын білдірді. Қайырымдылық бағытындағы жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысы Халифа Алтай мешіті мен зекет қорының Өскемен аймағындағы өкілдігі бірлесіп тұрғындарға арналған ерекше акция бастады. Имам такси жобасын іске қосып, Өскемен қаласы тұрғындарын қатты аязда тасымалдай бастады. Сонымен қатар зекет қорының өңірдегі өкілдігі қала ішіне тегін автобус жүргізіп, тұрғындарды тасымалдады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бұйрығымен Ақтөбе қаласындағы Әс-Салам мешітінің жаңа имамы болып Шыңғыс Құлшаров тағайындалды. Әс-Салам мешіті жамағатына жаңа имамды Ақтөбе облысының бас имамы Төле би Оспан таныстырып, бас мүфтидің бұйрығын оқып берді. Шыңғыс Құлшаров Нұр Мүбарак университетінің 2019 жылғы түлегі. Бұдан бұрын Ақтөбе орталық мешітінің ұстазы болып қызмет еткен. Қадірлі көрермен, осы аптаға тиесілі ақпараттар легі осындай. Ел аман, жұрт тынышта, қайта қауышқанша.